Жасөспірім тәрбиесі әкенің қыз бала өміріндегі рөлі секілді кез келген психологиялық тұрғыда әңгіме өрбітетін боламыз. Ассалаумағалейкум, қадірменді Азан радиосының тыңдармандары, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ойға алған мақсаттарыңыз орындалсын, тілектеріңіз, ниеттеріңіз орындалсын деген тілекпен біз әдеттегідей бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін біздің бағдарламамызға арқау болып отқан тақырып жалпы қазіргі таңдағы асыл дініміздің құндылықтарын жаңа форматта қоғамға, заманға сай жеткізудің жолдары турасында сөз қозғайтын боламыз. Бүгін студиямыздың қонағы қаламыздағы Сұлтан Бейбарыс мешітінің имамы Ержан Қуанышұлы ұстазымыз келіп отыр. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уалейкум ассалам, қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай, жақсы ма? Жұмыстарыңыз, қызметтеріңіз? Рахмет, Аллаға шүкір барлығы. Керемет. Уақыт бөліп келгеніңізге алғыс айтамыз алдымен. Жалпы енді алдымен тақырыпқа ойыспас бұрын, жалпы дін туралы, осы ислам діні туралы, ислам дінінің құндылықтары туралы, жалпы қоғамдағы таным, түсінік қандай деңгейде деп айтуға болады? Толық деңгейде, жеткілікті деп айтуға бола ма, болмай ма? Бисмилля, альхамдулилля, уассалату уассаламу аля расулилля. Енді қазіргі уақыттағы барлық әлеуметтік желі іске қосылып, бір уақытта ақпараттың барлық әлемге таралатын уақыты. Сол себептен де әрине Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының мыңдаған имамдары өз деңгейінде жақсы қызметтер атқаруының арқасында ислам шарықтап, жақсы етіп дамып жатыр. Бірақ енді осы исламның жақсы дамуын көре алмайтын топтар да бар. Елімізде, Қазақстанда бейбітшілікті қаламайтын басқа бір әсерлі, сырттан әсер ететін, іштен шыққан іріткілер де аз емес. Енді соның бірі жатағын атап айтқаны, оның ішінде уахабия, сәләфия ағымдары бар. Мынау қазақтың 1000 жылдық ұстанымын жоққа шығаратын тәңіршілдік деген ойдан ойлап табылған қауым бар. Мінекей соларға енді біздің діни басқармамыздың сауатты да дәстүрлі Әбу Ханифа мазхабын насихаттап жүрген имамдарымыз, Аллаға шүкір, дер кезінде дәлел дәйектермен, тарих болса тарихпен, ғылым болса ғылым жолымен уақытында жауап беру арқылы көптеген адамдардың көзін ашып жақсылықты жаюда. Яғни білімді, білікті мамандар бар деп айтуға болады. Аллаға шүкір. Жақсы. Жалпы енді бүгін сізбен өрбітіп отырған тақырыбымыз негізі мына әлеуметтік желінің өзіндік пайдалы тұстары жөнінде ғой. Жалпы енді қазір енді әлеуметтік желіді ашып қалсаң, кім болса да, жалпы қай саланың маманы болса да, өзінің жаңа мамандығына, өзінің қызметіне сай, өзінің мүмкіндіктерін барынша көрсетіп жатады. Енді біздің осы дін мамандарына, жалпы осы әлеуметтік желіні қолданудың, сол арқылы осы жаңа өзіңіз айтқандай асыл дініміздің құндылықтарына қарама қайшы көзқарас білдіретін наным сенімдегі топтарға қарсы жұмыс жасаудың өзіндік мүмкіндіктері, жолдары туралы айтып отырсаңыз. Аллаға шүкір, қазір жаңа айтып өткеніміздей білікті, сауатты имамдар да бар. Қазір міне жиналыстан шығып отырмыз. Атырау қаласының бас имамының ұйымдастыруымен биылғы 24-ші жылдың облыс 24-ші жылдың алғашқы жиналысына қатысып отырмыз. Ислам және дәстүр құндылығы атты. Осы тақырыптар аясында біздер көптеген жұмыстар жасайтын боламыз. Енді әлеуметтік желіге келетін болсақ, мына жаңадан келіп жатырған Нұр Мүбарак университетін бітіріп келіп жатқан, сонымен қатар еліміздегі 10 медресені тамамдап келіп жатырған жас біздің имамдарымыз бар. Енді әлеуметтік желі бәріне тиімді. Қазір бәрінде Инстаграм бар, Телеграм каналы бар. Сол жерде енді жаңағындай жас имамдарға айтатынымыз, өзінің жасы келмеген тақырыптарды қозғамаған жөн. Өйткені өзінің уақыты болады, мысалға, әңгіме айтатын деген сияқты. Сол себептен енді олар да жақсы насихат айтып жатыр, жастардың деңгейінде қозғайды ғой. Бірақ кейде кейбір имам бауырлар, інілерімізді көріп жатамыз, өздеріне сәйкес емес тақырыптарға кіріп, жаңағындай көрініп қалып, сынға ұшырап жатқан. Сонымен қатар Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанынан пәтуа бөлімі деген жасап тұр қызмет. Ол жерде де ғұламалар кеңесі бар. Қаншама мазғапты қарап, тарихты қарап, қазіргі жағдайды қарап, пәтуа үкім шығарады. Сол үкімге бағынбай кетіп жатырған имамдар да бар. Мысалға, кредитті арам болған нәрселерді, кредит сияқты, несие сияқты адал деп, Алла сақтасын, үлкен күнәға батып жатырған бауырларымыз да бар. Оларға кеше Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазіретіміз ескерту жасады. Сондықтан да бұндай әрине барлығы жақсы болып кете бермейді ғой. Біреулер Инстаграмда, интернетте отырып эмоцияға беріліп кетеді деген сияқты. Сондай жаңағы ағаларымыз бар, сондай қателікке ұрынып жатқан. Әрине ол Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының көзқарасын білдірмейді. Кейбір қателескенде олар өзінің жаңағы сөгісін, өзінің ескертуін алды бас мүфтиден. Екінші жаңағыдай қайталанбайтындай.
Мәселен хиджабқа ашықтан ашық тақсаң да болады, тақпасаң да болады деген пәтуа жоқ. Орамал мәселесі ол шариғат шәлісі деп айтамыз. Ол жаңағы балиғат жасына келген қыз балаға тағу міндет болады. Тақпаса күнәға жетегінде кетеді деген сияқты. Одан кейінгі мысалға өзі бір айналдырған 4-5 адал емес нәрсе бар. Ол қияметке дейін адал болмайды. Кім қалай қарасын? Кім болса о болсын, бұл шариғатқа келген кезде адамдардың көңіліне қаралмайды. Ол арам ба? Арам деп танылады. Оны адал деп ала алмайсыз. Сіз шошқаны қанша жерден адал деп ала алмайсыз. Қазіргі уақытта мынандай әңгімелер болып жатыр. Сенің қарның ашқан кезде шошқаның етін жеуге болады ғой деп. Ол нәрсе әсте тумайды адам баласының басына. Бүкіл нәрсе жоқ болып кетіп тек қана шошқа қалады деген нәрсе тарихта болмаған бұл нәрсе. Бірақ соның өзіне Аллах тағала жендер жандарын сақтап қалу үшін жаңағы ол нәрседен, арам болған нәрседен тоймай жеуді жаңағы біздерге үкім еткен болады деп. Біздің жаңағы тарихымызда кездеспеген нәрсе ғой бұл. Ислам тарихында да болмаған. Бірақ оның өзі де, яғни мәжбүрлік жағдайда деген, бірақ соны насихат ретінде айтып жүрген кейбір бауырларымыз бар. Ол нәрсе дұрыс емес. Өзінің орны бар дейсіз ғой, негізі айтылады. Осы айналдырған 4-5 тақырып. Арам нәрсе бар еді, оның бәрін адалдап жіберген кейбір дүмше молда деп айтамыз ба, сондай кейбір адамдар кездесіп жатыр. Енді бұл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының пәтуасы деген нені білдірмейді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының өзінің пәтуа KZ деген сайты бар. Сол жерде бүкіл пәтуалар жиынтығы бар. Одан кейін халалға қатысты халал даму деген өзіміздің Instagram парақшамыз бар. Сол жерде бүкіл нәрсе бар. Біздің жеп жүрген жаңағы қолданып жүрген ас ауқаттарымыздың қайсысы құрамы таза, қайсысы лас деген сөзі анық көрсетіледі. Ол жердің сертификаттары қазірде ол да өсектің астына қалып жатыр. Жаңағы сатыла деген сияқты жалған жала жабумен мүмкін емес. Оның Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанынан ашылған халал дамудың сертификатын 100 миллион теңге төлеп болса да ала алмайсыз, егер сіздің өніміңіз адалға сәйкес келмесе. Яғни ол алдын ала тексеріліп, қандай да бір әлбетте ол қияметтік біздің жауапкершілігімізде. Жеңіл-желпі қарамау керек қой. Жеңіл-желпі қарамау керек. Сол себептен харам нәрселерге де пәтуа берілуге болмайды. Кейбір ағаларымыз шығып жатыр қазір бағана айтқан сияқты 4-5 айналдырған нәрсе береді, арам нәрселер. Соның бәрін адалға айналдырып жіберді. Бірақ ол діни басқарманың пәтуасы емес. Діни басқарманың ұстанымы ол емес. Яғни ол жеке адамның көзқарасы. Жеке адамның көзқарасы болғанда да бұл үлкен айып, бұл үлкен күнә, қателік. Оған шынымен дұрыстап тәубе қылу керек. Тәубе қылу керек Аллах тағаладан, және ол қаншама адамды адастырды былай қарасаңыз. Оның қияметі ауыр болады негізі ондай нәрсенің. Өте жақсы, түсінікті. Жалпы енді қазір әлеуметтік желіде осы дін саласында оқып жатқан шәкірттер болсын, дін саласында қызмет етіп жатқан мамандар болсын, қандай да бір онлайн Құран үйретіп, басқа да діни салада сабақ дәрістер өткізіп жатады. Жалпы кейбіреулер енді ақылы деңгейде өткізіп жатады. Жалпы бұл қаншалықты дұрыс және бұл негізі бола ма? Жалпы уақыттың, дұрыс айтасыз, өте жақсы сұрақ. Қазіргі уақытта жалпы бұл әуелден бар, уақыттың құндылығы деген секілді нәрсе. Жалпы бұл жерде мен өзім айтатын болсам, бұл нәрсе шариғат мәселесінде Құран курстары, фиқх курстары, сира курстары бұл кейбір жерлерде сатылып жатыр. Соның ішінде Құранға түсу, тәжвид курстары. Бұл енді бұған ақша төлеп ешқандай қатысудың орны жоқ. Бүкіл мешіттеріміз қазір айқара ашық. Таңертеңгі 8-ден бастап қазіргі уақытта құптан намазы 8:30-да 9-да аяқталып жатыр. Сол аралықта 12 сағат бойы кез келген адам келіп білім ала алады Құран тәжвидтен. Тегін. Енді бұны бір ақшаға айналдыру, сатуды өзім құп көрмеймін. Енді уақытын айтатын шығар біреулер. Бірақ бұл шариғат мәселесі. Кейбіреулер, кешірім сұраймын сөзіңізді, кейбіреулер жаңағы ұстаздың дәрежесіне, біліміне байланысты айтып жатады. Жалпы қаншалықты дұрыс деген бұл. Білімі жақсы, онлайн болса да осы кісіден алу керек деген сияқты пікірлер. Енді әркімнің өзінің жүрегіне жақын ұстазы болады ғой. Соны таңдайды. Сол арқылы сол кісінің артынан ергісі келеді. Ол әуелден бар нәрсе. Мысалы спортта жүргендер мысалға өзінің жаңағы чемпионына еліктейтіндер бар. Мұстафа ағамызға еліктеп қаншама жақсы таеквондистер шықты да елімізден. Сол секілді әркім өзіне пір тұтқан, яғни ұстаз тұтқан адамның артынан ергісі келіп, соның уағызын тыңдайды. Енді ол шариғаттың жаңағы ілімдерін сату, оған курсқа осыншама сома деп қойып қою, ол дейтін негізі жақсы нәрсе емес ол. Өте жақсы. Жалпы енді жаңа заманауи форматта жеткізу деп айтып жатырмыз ғой. Осы мысалы дін қызметкерлері қандай да бір уағыз насихат
әлеуметтік желілерде жүктеген кезде, салған кезде оның өзіндік әдептері, шарттары, жаңа біз естіп жатырмыз, муфтият тарапынан арнайы әдеп кеңесі бар, қадағалайтын деп. Соның жолдарын айтып өтсеңіз. Енді діни басқармаға жаңағы біздің жас имамдарымызға тағы да құлақтарына алтын сырға кез келген уағызды айтып жаңағы интернетке, инстаграмға, телеграмға сала берудің жөні жоқ. Ойлану керек, қарау керек. Бұл нәрсе шариғатты жеткізу өте нәзік нәрсе. Сіздің дағуатыңызды сіз байқамай бір эмоцияға беріліп бір уағыз айтып қойдыңыз, қаншама мыңдаған адам тыңдайды. Айтып өттім ғой, бағана бір секундтың ішінде бүкіл әлемге таралады сіздің ақпаратыңыз. Сол секілді оған өте сақ болу керек. Жалпы бір күн, 2 күн ойланған жақсы. Мына американдықтардың дәстүрінде бір 72 сағаттық үнсіздік дейтін жақсы дүние бар екен. Сол нәрседе өзінің шешімін қабылдап, асықпай ойына ой қосылып, жаңа эмоциясының бәрі тарқап кетіп, сосын барып сөйлейді екен. Солай жазып, солай асықпай уағыз айтып, жаңа кемшіліктерге барынша бой алдырмауға тырысу керек та. Сол себептен пәтуасы берілмеген нәрселер болатын болса, ар жағында сөйлеп отырған имам одан білімі жоқ болуы мүмкін, кейбір көп шариғи білімнен, өзі оқу орнын бітірсе де. Бірақ ан жерде ол сұрақ жауап бермей қалудан ұялып бір қисық пәтуа беріп жібереді кейбіреулер. Осы нәрседен сақтану керек. Керісінше үндемей қалған жақсы. Өте жақсы. Керемет. Енді соңғы сауалдардың бірі болсын. Жалпы қазір ауам халыққа негізі діннен былайша айтқанда көп хабары жоқ та адамдарға ең бірінші шариғи мәселелерді айтсаң көп қабылдамауы мүмкін. Көбіне жаңағындай дәстүрімізбен біте қайнасқан, салт дәстүрімізбен сабақтасқан дүниелерді дінмен бірге байланыстырып айтсаң жақсы қабылдайды. Оған дәлел ретінде жалпы өзіңіздің де бұрын әлеуметтік желідегі жариялайтын посттарыңызды, жаңағы әртүрлі материалдарыңызды халық арасында кеңінен таралып, және бір оқылымға, қаралымға жақсы ие болып жүрген кездер болды. Жалпы осы дін мен дәстүрді бірге сабақтастыра байланыстырып, халыққа насихаттау қаншалықты пайда және ақпарат, діни мағлұмат алуына да себепші болады. Өте жақсы сұрақ. Бұл дін мен дәстүр тақырыбы біздің күн тәртібімізден қалмайды. Биылда дін мен дәстүр тақырыбы өзекті болып отыр. Біздер енді бірнеше жыл бойы анау пайғамбарымыздың, сахабалардың, табиғиндердің деп ана жақтан бері қарай алып келдік. Бұл негізі кішкене діннен алыстап қалған біздің Совет үкіметінен шыққан халқымызға таңсық болып қалды. Сол себептен біздер қазір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасынан арнайы оқулықтар шығып жатыр. Имамдарға арналған, халыққа арналған. Соның ішінде біздер мына тактиканы қолданып жатырмыз. Біздің алаштықтар арқылы, жырауларымыз арқылы ары қарай табиғиндерға, сахабаларға, одан кейін пайғамбарға өту деген сияқты. Енді яғни қарама қарсы өту бағыты. Бұл нәрсе кейбір жерлерде практикадан өткен. Біздің бабаларымыздың барлығы Аллаға шүкір мұсылман болған, жаңа тәңіршілер айтып жүрген сияқты дінсіз болмаған. Ешқандай оған дәлел де жоқ. Аллаға шүкір мына тәңіршілдік деген кітабымыз шықты діни басқармадан. Сол кітаптың ішінде көп нәрсе қамтылған. Енді бабаларымыздың жаңағы қай бір жырауы болмасын, ақындарымыз болсын, барлығының өлең жолдарында, өмірлерінде келтіріледі дінмен өмір сүрген, дінмен ислам, оның ішінде ислам бағыты, исламның осы сүннеттік бағыты, Әбу Ханифа мазхабымен ол кісілер өмір сүрген, дәстүріміз сол арқылы қалыптасқан, ол шыны керек. Кімге ұнамаса да ол ақиқат нәрсе. Біздің дәстүріміз шариғатқа байланған, тереңнен байланған. Тіпті 1000 жылдық сол тарихымызды сындырғысы келетіндер бар. Мына вахабизм соның ішінде. Оның содан кейін осы бірнеше жылдан бері пайда болған тәңіршілдік ағымы осы қазақтың исламмен өмір сүруін қаламайды. Яғни Қазақстанда бейбітшілікті қаламайды. Қазақстанда халықтың жақсылықпен, дінмен өмір сүргенін, бейбіт өмір сүргенін қаламайтын топтар бар. Бұлар енді өз ұлтына өздері қастандық жасаушы, сатқындық жасаушы, қаншама пайғамбарымызды тіл деп жатады, сахабаларды тіл деп жатады, әлгі білмей, көріп білмей жаңағы айтатын сөздер бар. Айша анамызға 6 жасында үйленді, 9 жасында үйленді деген сияқты. Бұның барлығы қателік. Бұның барлығы шариғи сауатсыздықтан. Бұл жерде күнәдан бұрын ол тәңіршілдікте жүрген біздің бауырларымызға қайту керек, қайтадан исламға. Исламға қайту керек. Бұл істеп жүргендер күнәдан бұрын бұл үлкен дінсіздік, үлкен тәубе керек бұлардың істеріне. Сондықтан да біздер
бәрібір өзіміздің насихатымызды жүргізе береміз, оған қаншама деген дәлелдеріміз бар. Әрине біз адам болғандықтан қателіктер болады, қателеспейтін адам болмайды. Ол бүкіл салада қателеспейтін тек қана ол пайғамбарлар. Қалғанымыз бәріміз қателесеміз. Сол себептен бір кемшілігімізді көріп, бір екі имамның қателігін көріп, ол барлығы дін сондай екен деуге болмайды. Сондықтан да Нұркен бауырым біздер ислам және дәстүр бағытымен әлі де біздер көптеген кітапта жарыққа шығып, әлі де біздер бабаларымыздың тіпті бисмилля деп қылышын суырып жауға аттанғандығын әлі дәлелдейтін боламыз иншалла. Әмин, көп рахмет, пікір білдіріп, уақыт бөлгеніңізге алғыс білдіреміз. Алла тағала осы дін жолында жасап жатқан істеріңізді берекелі сауаптан қылсын. Әмин. Көп рахмет, қымбатты тыңдарман. Бүгінгі сұхбатымыз аяқталды. Бағдарламамыздың келесі санда жүздескенше аман сау болыңыздар. Азан радиосының эфирінде Сырласай хабары әр жұма сағат 16:00-де. Сырласай хабары барысында бала тәрбиесі, шаңырақтың берекесі, ер мен әйелдің қарым-қатынасы, жасөспірім тәрбиесі, әкенің қыз бала өміріндегі рөлі секілді кез келген психологиялық тұрғыда әңгіме өрбітетін боламыз.